Көп адам өт қалтасы ауырса, алдырып тастасам болды деп ойлайды. Бірақ бір сұрақ бар. Егер өт қалтасын алдырып тастаса, неге адамдардың жағдайы әрқашан жақсарып кетпейді? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз өт қалта неге дұрыс істемей қалатынын, ол қай органның әлсірегенін білдіретінін, және оны алып тастау шынымен шешім бе, жоқ па, соны толық ашық түсіндіреміз. Бірінші бөлім: өт қалта не? Өт қалта ауру орган емес. Ол қойма. Өт қалтаның қызметі: бауыр шығарған өтті жинап тұрады, тамақ түскенде ішекке жібереді. Әсіресе майлы, ауыр, қуырылған тағамды қорытуға көмектеседі. Қарапайым тілмен, өт сабын сияқты. Майды ертпесе, ас қорытылмайды. Екінші бөлім: өт қалта неге дұрыс жұмыс істемейді? Өт қалта бір күнде бұзылмайды. Ол салдар. Ал себеп басқа ағзаларда. Негізгі себептер: бауыр әлсірейді, өт қоюланады, ағысы баяулайды, асқазан мен ішек дұрыс жұмыс істемейді, ас толық қорытылмайды, өтке сұраныс азаяды, тамақтану тәртібі бұзылған, ұзақ аш жүру, түнгі тамақ, майлы, қуырылған ас, су аз ішу, созылмалы стресс, жүйке тынышталмаса, өт жүрмейді. Егер осы айтылғандар сізге бұрын ойланбаған шындық болып көрінсе, видеоны лайкпен қолдап қойыңыз. Үшінші бөлім: өт қалтадағы тас қайдан шығады? Тас кенеттен пайда болмайды. Ол өт қоюланғанда, ұзақ тұрып қалғанда, бауыр әлсірегенде түзіледі. Тас ауру емес, ол ағзаның сигналы. Төртінші бөлім: өт қалта қай органды аңдатады? Өт қалта ауырып жатса, ол мынаны білдіруі мүмкін: бауыр әлсіз, асқазан нашар қорытады, ішек баяу, жүйке жүйесі шаршаған. Яғни өт қалта кінәлі емес. Ол бірінші болып белгі береді. Бесінші бөлім: өт қалтаны алдырса, бәрі шешіле ме? Көп адам солай ойлайды. Шындық: ауырсыну кету мүмкін, бірақ себеп қалуы мүмкін. Өт қалта болмаса, өт ретсіз ағады, ішекке салмақ түседі. Салдары: кебу, іш өту, іш қату, май сіңбеу, әлсіздік, витамин тапшылығы. Өт қалтаны алу кейде амал, бірақ ол жүйені қалпына келтірмейді. Алтыншы бөлім: не істеу керек? Мәселе бір органда емес, мәселе бүкіл жүйеде. Негізгі тіректер: бірінші, бауырды қолдау. Екінші, уақытпен тамақтану. Үшінші, су және қозғалыс. Төртінші, стрессті азайту. Өт қалта жау емес, ол көмек сұрап тұрған орган. Белгіні өшірмей, мағынасын түсінсек, ағза бізге жауап береді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, алда осындай мазмұн үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Өзіңізге қамқор болыңыз. Келесі видеода кездескенше.